Сәлем құрметті көрермен, бүгін біз Bybit биржасына роботты таныстыратын боламын. Bybit биржасына кіреміз. Сіздер осы Bybit биржасына кіріп, верификация өтулеріңіз керек. Регистрация жасап, ол үшін осы жерге кіріп, өздеріңіздің жаңағы данныйларыңызды толтырып жібересіздер. Одан кейінгі актив дегенге кіріп, өздеріңіздің жаңағы кошелектеріңізді толтырып аласыздар. Осы депозит дегенге кіріп, USDT деп жазып, USDT. Осы жерге сіздердің адрестерді көшіріп алып, жаңағы сізде қай жерде бар, USDTіңіз қай жерде тұр, сол USDT осы жаққа лақтырып толтырып алсаңыз болады. Екінші еще дегенге кіріп, купить криптовалюта деп P2P арқылы толтырсаңыздар болады. Мен сіздерге дәл қазір трейдинг бот туралы айтайын деп отырмын. Яғни бұл трейдинг бот былай жұмыс жасайды. Сіздер осы трейдинг боттың настройкасын дұрыстап қоясыздар. И мына жерде сатып алады. И көтерілген уақытта сатады. И қайтадан түседі. И мына жерде сатып алады. И қайтадан түсіп кеткен уақытта кішкене күтеді. И мына жерде сатып алған жерінен қайтадан сатады. Солай осы екі ортадағы пайданы сізге шығарып беріп отырады. Көбінесе осындай бір флет деп айтады, боковик. Осындай монеталарды көрген дұрыс. Осы аралықта табыстап отыруға. Қазір мен настройкасын дұрыстап көрсетейін. Трейдинг бот дегенге кіреміз. Spotwy Grid Food бот дегенге кіремін. Бұл жерде мені өздеріңіз настройканы дұрыстасаңыздар болады, немесе аст жағына түссеңіздер, адамдардан көшіріп алсаңыздар болады. Мысалға, мына кісі 81 күнде 14% плюсқа кіріпті. Sweet USDT мен плюсқа кірген. Осыны копировать етіп, жаңағы сіз де солармен бірге жұмыс жасаңыз болады. Тура сол кісінің жаңа создать еткен настройкасымен бірге отырасыз. Мына жерде 24 сағаттың ішінде жаңа ботты бастаған кісілер. Мысалға, мына кісі 12 сағатта 28% тауыпты. Осы монетамен бірге. Өздеріңіз қараңыздар, бірінші бір $10, $20 салып, көп қажет емес. Өздеріңіз салып қарап көрсеңіздер болады. Создать бот дегенге кіремін. Жаңа настройкасын дұрыстайық. Осы жерде маған жаңағы боковикте орналасқан XRP деген монета маған ұнап тұр дәл қазір. Өйткені мына жерде дәл қазір флеттің ішіне кіріп келе жатыр екен. Бұлайынан тағы да пайда табуға мықты мүмкіндік деп ойлаймын. Минимальный USDT мысалға. Бірінші мына жерінде монетаны таңдап аламыз. Оған TRX керек. XRP керек. XRP мына жерде тұр екен. XRP минимальный қаншада сатып аласың? 0.3996 сатып алсыншы. 39.96.
максимальный. Мен мына жерді алып отырмын. Уже кіріп келе жатыр мына некеші. Осылай көтеріледі деп ойлаймын. Ортада 0,42,08 деп жазып қояйын. Сетка дегенге 2 деп қояйын. 2. Сетка дегеніміз былай. Мысалы, мына жерде сатып алды, мына жерде сатты. Осы екі аралық бір сетка болып айтылады. Мен 2 сетка деп қояйын. 2 сетка болғанда қалай? 2 сетка дегеніміз мына жерде бір сатып алды, мына жерде сатты. Қайтадан осы жерге келгенде сатып алады, қайтадан сатады деген сияқты. Қанша аз қоясыз, сонша көбірек табыс табуға мүмкіндік негізі. Максимальный емес, менде мына жерге қанша монета USDT долларларыңыз қоясыздар. Минимальный 2-де 2 цент деп тұр. Яғни 2 доллар. Мен 3 доллар деп қоя салайын. Өзімде 57 доллар. Жоқ, общий 63 долларым бар. Жоқ, 57 долларым бар екен. 3 доллар қойып қоя салайын. И создать бот деп қоямын. Біздің уже ботымыз жұмыс жасап бастады. Трейдинг ботқа қайта кіріп, мен жаңа қойған жерге соның үстіне бассам, міне, посмотреть моих ботов дегенге үстіне бассам, менің ботым әлі плюсте де емес, минуста да емес. Подробная информация дегенге кіріп, қарап отырсақ болатын, мысалы. Позиция деген жерге міне. Позиция емес, историяға кіріп көрейін. Дәл қазір мен сатып алды. XRP монетасын осы ценада сатып алды. Қазір осылар ожиданиеда тұр екен. Ожиданиеда тұр. Осы сатылған кезде плюсқа кіріледі өзі. Сол үшін оға дейін күте тұрайын. Оға дейін екінші түрін мен жаңағы қойып көрейік. Трейдинг бот. Создать бот. Жоқ, создать бот емес. Ас жағындағы адамдардың сол 24 сағатта кірген 7 сделка жасап 28%-ға кірген 13 сағатта. Осыған просто так копи трейдинг жасап көрейік. Солардың істегендерін бізде қайталаймыз. Бұған 11 дейді, минимальный 11 дейді. 11-де 5 дейді.
6 тысяч. Окей. Бізде қазір дәл қазір екі бот ашып қойдық. Біреусі басқа бір кісінікі, екіншісі өзіміздікі. Қазір мына жерде 0,7 сәл көтеріліп келе жатыр екен. Жарайды, енді мен маған кіріп боттарын тоқтата салайын. Ең басты сіздерге мен техникалық жағын көрсеткім келді. Лайктарыңызды басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен мына боттарымды тоқтатайын. Ол үшін жерге кіремін. USDT мен қалған дұрыс па, или XRP мен екіге бөлген дұрыс па, или XRP монетасымен қалған дұрыс па деп менен сұрап жатыр. Оған USDT керек. USDT мен қала берсін, и подтвердить кнопкасын басамын. Тоқтатып тастадым. Екіншісі плюсқа да минусқа да кірген жоқ. И мен өшіре салайын. USDT и подтвердить. Қараңыздар, менде ешқандай не жоқ.